Мынаны бізде беде дейді, Қытайдан келген қазақтар бұны жоңышқа деп жүр ма? Беде деген осы үшқұлақ деп жатады, я болмаса осы беде. Бедеден тұнба жасауға болады. Ол бір аяқ сағанға деп, я болмаса мынау бақбақ қазір енді сапсары гүлі кетіп қапты. Мынау бақбақтың сары гүлінен жинап, мынау 1 литр арақ болатын болса, жартысы осы бақбақтың сары гүлін, жартысы арақты қосу керек та. Сонымен 21 күнге қараңғы көлеңке құрғақ жерге қоясыздар. Қойғаннан кейін ол тұнба дайын болады 21 күнде. Одан кейін аяқ қақсаса, тізе қақсаса, соған кешкісін жатардан алдын жағып жату керек. Бұны қарам емес деп разбираться етіп жатқандар бар. Бұны сіздер емге пайдаланасыздар біріншіден, екіншіден ішке емес сыртқа қолданасыздар. Яғни сыртқа жағуға арналған. Сондықтан бұл емді білгендер болса, пайдаланып жүргендеріңізге мың алғыс, білмейтіндер болса, жаңағы комментарийға тағы да қандай емдер осындай шөптерден тұнба жасау жайында сұрақтарыңызды қойыңыздар. Білмейтіндерге жаңағы осыны алып қолданыңыздар. Халық емі Нұрқаділ деген Instagram, YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Ол жерде көптеген емдік шөптер, емдік өнімдер ақпарат беріледі. Одан бөлек бізде алтын қоңыз сатылады простатитке. Жаңа құрт тамыр бар, аяққа арналған жақпа май бар, геморройға бар деген сияқты жалпы